Оқыту бағдарламасын келесі тақырыбын зерделеуге көшеміз. Қоғамдық объектінің қол жетімділігі ең төменгі талаптар бұл бейімдеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі бұзушылықтар. Аса маңызды тақырып, қазір неге екенін түсіндіремін. Соңғы жылдары қоғамдық нысандардың қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін көп жұмыстар атқарылып жатқанын мойындау керек. Біз бұны мойындаймыз. Барлық қажетті нормативтік құқықтар актілер бар, заңдар, кодекстер, құрылыс нормативтері, бірақ неліктен мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімді емес ғимараттар әлі де жобалануда және салынуда. Пандустар, тұтқалар, электр көтергіштер, дәретханалардағы тұтқалар және тағы басқа бар, бірақ біз оны пайдалана алмаймыз. Неліктен? Себебі қол жетімдіктің барлық элементтері бұзушылықтармен орнатылған. Пандустардың еңісінің тік болатыны соншалықты, оларды жаттығу кезіндегі альпинистер қолдануға болады. Тұтқаларға жету мүмкін емес. Электр көтергіштер соншалықты әлсіз, оларды пайдаланудан бұрын жақындауға қорқынышты. Кресло арбамен дәретханаға кіру мүмкін емес, өте тар. Бұл дегеніміз жобалаушы мамандар, сәулетшілер, құрылысшылар қажетті білімге ие емес деген сөз. Немесе қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің басшылыққа алғылары келмейді. Енді біз осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Біз бейімделу процесін толығымен бақылап, жүргізіліп жатқан жұмыстарды құрылыс нормативтеріне сәйкестігін бақылауымыз керек екенін ескеруіміз керек. Себебі біздің нысанның қол жетімділігі үшін біз жауап береміз. Жобалаушылар емес, сәулетшілер де, құрылысшылар да емес. Біз актіге қол қойғаннан кейін жауапкершілік бізге ауысады. Бейімделу жұмыстарын жүргізу кезінде сіздің күнделікті қажет кітабыңыз Қазақстан Республикасының 3.06.101/2012 халықтық қауқары аз топтар үшін қол жетімділікті ескере отырып ғимараттар мен құрылыстарды жобалау жалпы ережелер жиынтығы болу керек. Әр бөлшекті, әр элементті тексеру керек. Себебі құрылысшылар сізге өздерінің мұның бәрін көп рет жасағандарын, барлық тексеруден өткендерін, нормативті қолданатындарын айтады. Шындығында олай емес. Мен мол тәжірибеме сеніңіз. Маған күн сайын осындай жағдайлар кездесіп отырады және объектілердің иелеріне кеңес беріп, көмек көрсетемін. Бірақ әрине мен бәріне кеңес бере алмаймын. Сондықтан осы бөлікті мұқият оқып шығыңыз. Мен жиі кездесетін қателіктерді ашамын. Біз оқыту бағдарламасының өткен бөлігінде оқыған функционалдық аймақтар бойынша қатаң жұмыс істейтін боламыз. Сонымен бірінші аймақ бұл аумақ, жаяу жолдарды, жанасу жолдарын және жиек тастарынан шығатын жолдарды жабдықтау кезінде құрылысшылар қандай қателіктер жібереді. Ең төменгі қойылатын талаптарды есте сақтағаныңыз, тегіс және қатты бет жиек тастар кіру жолдарымен жабдықталуы керек. Бірінші суретте сіз орындықтың тікелей жанасу жолдарында орналасқан көресіз. Бұл зағип адам үшін өте қауіпті, өйткені ол орындыққа соқтығысып қалуы мүмкін. Сонымен қатар орындықта отырған адамдар үшін бұл ыңғайсыз. Аяқтары адамдар жүретін жолға шығып отырады. Құрылысшылар өрескел бұзушылықтармен жасалған пандусқа басқыштарды жасауы мүмкін. Біздің дүкенге қош келіңіздер, құрметті сатып алушылар. Екінші суретте жиектеме тастан шығу жолды жабдықталмағаны көрінеді. Сондықтан кресло арбадағы адам бұл жолды пайдалана алмайды. Ол айналып өту жолдарын іздеу керек. Алдыңғы суретті еске түсіріп көрейік. Мен сол жерде басқа бұрышынан көрсетемін. Енді бізге автотұрақтан тротуарға шығу жолының жоқ екені түсінікті. Мүгедектігі бар адам көлігін жабдықталған тұраққа қойды, бірақ ол тұрақтан ғимаратқа кіре алмайды. Шын мәнінде кіре алады, бірақ ол өте үлкен көгалды айналып өту керек. Ол 15 метрдің орнына 70 метр жерді айналып жүруге мәжбүр болады. Бұл жиі кездесетін бұзушылық.
Асфальтта белгілер болмаған кезде бұзушылық жиі кездеседі. Бұл жағдайда мүгедектігі бар адам үшін оның көлігін қоятын орын қалмауы мүмкін. Бұл орынды басқа жүргізушілер алуы мүмкін. Немесе белгілер бар, бірақ өлшемдер сақталмайды. Егер бұл ғимаратқа мүгедектігі бар 3 адам бір уақытта келсе, олар көліктен шыға алмайды, өйткені олар бір-біріне кедергі келтіреді. Кіреберіс тобын қарастырайық. Баспалдақ марштарын жабдықтау кезінде қандай бұзушылықтар болуы мүмкін? Біріншіден, баспалдақтың бірінші және екінші басқыштарында тұтқалардың болмауы, немесе тұтқалар баспалдақ маршының бір жағында ғана жасалған. Бұл бұзушылық барлық жерде кездеседі. Тағы да бір бұзушылық бұл баспалдақтың бірінші және соңғы басқыштарында болуы тиіс жерде емес, басқа жерде контрасты жолақтың болуы, немесе контрасты жолақтың мүлдем болмауы. Бірінші суретте көрсетілгендей, контрасты жолақ баспалдақтың төсемдерінде емес, басқыштардың орналасу керек екенін есімізде сақтаймыз. Пандустарға тоқталайық. Мұнда бұзушылықтардың көптігі соншалық бәрін айтып үлгермейсің. Мысалы, пандус қабырғаға тіреледі. Құрылысшылар бұны жасаған кезде не ойлайды екен? Тұтқалар жоқ, өте тік пандустарда болуы мүмкін. Мұнда тіпті тұтқалар да көмектеспейді. Келесі бұзушылық тұтқалар дұрыс орнатылмаған, яғни тек бір жағынан немесе тұтқалар өте биік орнатылған және пандустың көлбеуіне параллель емес, кіреберіс есіктің алдында тар алаңмен тар пандус орнатулары мүмкін. Екінші суретте ұсынылған құрылыстың бұл шедеврін пайдалану мүмкін емес. Сонымен қатар пандус қирап жатады, мұндай да жиі кездеседі. Енді электр көтергіштер туралы айтайық. Олары объектілердің иелері көбінесе пандустардың орнына орнатады. Шын айтқанда, сырт көз үшін ғана орнатады. Мұндай көтергіштерді пайдалану өмірге қауіп төндіреді. Бұл суреттерде тіпті түсініктеме берудің қажеті де жоқ. Бәрі айдан да анық. Біз көшеде электр көтергіштерін орнатуды құптамаймыз. Біздің елімізде көптеген аймақтарда климат күрт континентальды, жазда өте ыстық, ал қыста өте суық. Техника температураның мұндай өзгеруін төтеп бере алмайды. Электр көтергіштерге қызмет көрсету қымбатқа түседі. Қауіпсіздігін үнемі қадағалап отыру керек. Көтергіштер қолданатын адамдардың толық қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мұнда барлық жауапкершілік объектінің иесіне жүктеледі. Дұрыс орнатылмайтын келесі элемент бұл есіктер. Қандай қателіктер бар? Тар есік, биік табалдырықтар және есіктің жабуын кідірту механизмі дұрыс орнатылмаған есік өте жылдам жабылады. Бірінші және екінші жағдайларда адам ғимаратқа кіре алмайды. Үшінші жағдайда есік адамды жылдам жүруге мәжбүр етеді, яғни адам артқы жағына соққы алады. Тағы бір жиі кездесетін бұзушылық әйнек есіктерге контрасты белгі жоқ. Адам алдындағы есікті көре алмауы мүмкін, басын жарады, ауыр жарақат алады. Тамбурды жобалау және жабдықтау кезінде ең жиі кездесетін қателік бұл нормативке сәйкес келмейтін тамбурдың өзінің өлшемдері, немесе тамбурда басқыштар орнатылады. Қызметкерлерді шақыру түймелерінде келетін болса, мұнда да көптеген бұзушылық бар. Жұмыс істемейтін түйменің орнатылары мүмкін. Тақтайшаны орнатады, бірақ түйменің өзі жоқ. Мұндай түймені пайдалану мүмкін емес. Жерде, яғни кедергіден кейін орнатулары мүмкін. Мұндай жағдайда түйменің қажеті де жоқ. Суретте шақыру түймесі пандус пен баспалдақтан кейін алдыңғы есікке орнатылғанын көруге болады. Келесі аймақ қозғалыс жолдары. Негізгі талаптар бұл қозғалу мүмкіндігі жиһазының болмауы, қозғалыс бағыты көрсетілген тақтайшалардың болуы және кілемдердің болмауы. Мысалы, бірінші суретте кабинеттердің жазбалары мүлдем жоқ. Екінші суретте тақтайша есікке қойылған. Бұл қолайсыз. Тақтайшалар есіктің тұтқасы жағынан қабырғаға орналастыру керек. Тақтайшаларды орналастыру биіктігі 1,4 метрден 1,6 метрге дейін.
Енді қызмет көрсету аймағында кездесетін қателер туралы сөйлесейік. Әрине, бұл жиһазбен бітелген үй-жайлар, жиһаздың қолайсыз биіктігі, мүгедектігі бар адамдар үшін жабдықталған орындардың болмауы. Мысалы, фотосуретте әкімшінің жоғарғы позициясы көрсетілген. Екінші суретте жиһазбен қапталған кеңсе көрсетілген. Мүгедектігі бар адамдар үшін дұрыс жабдықталған дәретхана сирек кездеседі. Дәретханаларға бейімдеуге тырысып, нені ойлап таппайды дерсің. Суретте жөндеуге дейінгі және жөндеуден кейінгі мысал берілген. Дәретхана қандай қолайсыз болса, сол күйінде қалған. Қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары босқа ысырап болды. Екінші суретте біз дәретхананың басқа жерге ауыстырылғанын, тұтқаның қайта жасалған қызметкерлерді шақыру кемесі орнатылғанын көреміз. Айтпақшы, ол жұмыс істейді. Жанасу тақташалары, ілгектер орнатылған. Бірақ кресло арбадағы адам дәретханаға жете алмайды және оны пайдалана алмайды. Орын өте тар, яғни кресло арбадағы адамдар үшін дәретхана қолжетімді емес. Міне, барлық жерде осындай жағдай. Дәретхананы жабдықтауға тағы да бір мысал. Неге екенін тұтқан орнату барлық мәселені шешеді деп ойлайды. Көрнекті, жанасу дыбыстық, жарық индикаторларының, табло мен пиктограммаларының болмауы бұзушылық екені түсінікті. Мұндай тақтайшалар неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы. Адам ғимаратта өз бағдар алып жүре алады. Мен мнемосхема сұлбаларға назар аударғым келеді. Мұнда меншік иелеріне әрдайым сұрақта туындап жатады. Ең маңызды мәселе мнемосұлбаны қайда орналастыру керектігі. Нормативтер бойынша мнемосұлба көшеге, кедергілерге дейін, бұл баспалдақтар, пандустар, электр көтергіштер ғимараттың кіреберісінен 3-5 метр қашықтыққа орналастырылады. Кіреберіс есікте емес, тамбурда емес, холлда емес, көшеде. Суретте мнемосұлбаларды қате орналасу нұсқалары көрсетілген. Құрылысшылар сізге сыртқы мнемосұлбалар да, ішкі сұлбалар да бар деп айтқан кезде, оларға сенбеңіз, олар сізді жаңылыстырады. Ережелер жиынтығы 306-101-2012 қараңыз, онда бәрі көрсетілген. Мнемосұлбалар туралы тағы да не айтуға болады? Оларды орналастыру міндетті болып табылмайтын мнемосұлбалар да бар, бірақ біз оларды орнатуға кеңес береміз. Бұл дәретханың мнемосұлбалары. Неге? Сіз мүгедектігі бар адамның өтініші бойынша оны бүкіл ғимаратта алып жүресіз. Бірақ дәретханада оған қозғауға көмектесу ыңғайсыз. Сондықтан біз осындай мнемосұлбаны орнатуды ұсынамыз. Ол шағын мөлшерде, бірақ пайдасы бар. Қызметтің қолжетімділігі. Бұл қоғамдық ғимараттың қолжетімділігінің басты сипаттамасы. Егер ғимарат көп қабатты болса, бірақ лифт болмаса, қызмет қолжетімді емес. Егер ғимаратқа кіре берісте баспалдақ болса, бірақ ол пандус пен немесе электр көтергішпен қайталанбаса, қызмет қолжетімді емес. Тағылар, яғни барлық кедергілерді жою қажет. Біз бұрын айтып өткен ақылды құрылғы жақсы шешім. Қазіргі уақытта бүкіл Қазақстан бойынша ашыла бастаған Open секілді мекеме түрі үлгі бола алады. Бұл полиция офистері, әкімдік бөлімдерінің офистері және басқа да мекемелер. Біз қарастыратын соңғы аймақ бұл балалар аймағы. Бұл аймақта баланың қауіпсіздігі мен жайлығы үшін барлық жағдай жасалуы керек. Қандай да бір элементтің болмауы бұл бұзушылық. Мысалы, баланы тамақтандыруға, қайта жүргектеуге болатын орын қоршаудың, күзетшілердің, ойын алаңдарына, қызметкерлердің және тағы басқа болмауы. Біздің сайтта сіз балалар аймақтарын жабдықтауға қолдануға болады ең негізгі стандарттар бойынша оқу курсы мен бейнеролик бар. Суретте кафеде балалар орындықтарының болмауы, балалар ересектерге арналған орындықтарға отыруға мәжбүр болады. Қорытындылайық. Біз сіздермен объектілерді бейімдеу кезінде жіберілген негізгі қателіктерді қарастырдық.
әрине бұл оқу курсының материалдарын зерттеу аясында қарастыруға болатын минимум. Сіздерге қандай кеңес бере аламын? Егер сіз қалай дұрыс жасау керектігін білмесеңіз, өзіңізді мүгедектігі бар адамның орнына немесе мүмкіндігі шектеулі адамның орнына қоюға тырысыңыз. Сізге ыңғайлы ма, жоқ па, көріңіз. Кейде бұл дұрыс шешім қабылдау үшін жеткілікті болады. Және Қазақстан Республикасы 3.06.101/2012 ережелер жинағының нормативтерін қолданыңыз. Оның мәтінін қосымша материалдан таба аласыз. Келесі бөлімде біз тәжірибелік жұмысқа кірісеміз, алған білімімізді бекітеміз. Кездескенше.